Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағаннан шығатын, әрі оңай әрі тез дайындалатын сүзбелі бауырсақтар дайындаймыз. Ең алдымен бізге сүзбе қажет болады. 300 грамм сүзбемізді салып аламыз. Сүзбе ашыған болса да жарай береді. Үстінен 3 жұмыртқамызды қосамыз. Одан кейін үстінен 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. 1 шай қасық ас содасын және де 3 ас қасық шекерімізді қосып, ең соңынан 1 ас қасық қаймағымызды қосамыз. Егер де сізде сүзбе майлы болмаса, онда міндетті түрде 2 ас қасық қосыңыздар. Менде сүзбе қолдың сүзбесі және де қаймақта қолдың қаймағы болғандықтан 1 ас қасық қана қостым. Егер қаймақ болмаса, 20 грамм сұйық маймен алмастыруға болады. Барлығын жақсылап араластырып, біздің сүзбелеріміз бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сүзбедегі үлкен түйіршіктер осылай майда бір келкі болғанша жақсылап араластырып алдық. Енді осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізе отырып, аз-аздан қоса отырып араластыратын боламыз. Ұнның барлығын бірден қосатын болсаңыз, сізде бауырсақтың арасы өте тығыз болып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде осылай аз-аздан қосып, араластыра отырып қосыңыздар. Осылай біршама лопаткамен араластырып алғаннан кейіннен қолдың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамыр шамалы қолға жабысатын жұмсақ болуы қажет. Ұнды көп қосып жібермеңіздер. Міндетті түрде осындай шамалы қолға жабысатын жұмсақ қамыр болуы қажет. Енді столымыздың үстіне шамалы ұнымызды сеуіп, үстіңгі бөлігіне де шамалы ғана ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Шамамен 7-8 мм қалыңдықта болуы қажет. Неге қамырымызды толығымен жайып алдық. Енді осындай домалақ кескіштің көмегімен немесе жай ғана пышақтың көмегімен өзіңіз қалаған формада кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай домалақ кескіштің көмегімен кесіп алдым. Неге қалыңдығы дәл видеодағыдай болуы қажет. Сіздерге түсінікті болсын деп жақынырақ көрсеттім. Барлығын осылай кесіп аламыз. Қамырларымызды осылай дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға қамырларымызды тастап, орташа отта бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Майды алғашта қыздырған кезде өте қатты қыздырмаңыздар, себебі май тым қатты қызып кетсе, бауырсақтардың сырты өте қатты тез пісіп, күйіңкіреп кетуі мүмкін, және де ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде бауырсақтың астындағы оты орташа отта болуы қажет, және де майымыз тым қатты күйіп қызып кетпеген болуы қажет. Әр бауырсақты екі бетінен 1 минуттан аударып отырып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Әдеттегі бауырсаққа қарағанда әлдеқайда ерекше әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, ерекше тағаммен отбасыңызды қуантыңыздар. Әсіресе балдардың ең сүйікті бауырсағы болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа әрі қызықты рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және де лайк басып, комментарий қалдырып, мені қуантуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.